Атыраудан таксисттер сияқты. Атырау бір адам. Мұрдасын құлаған боксер. Дорама қарайтын жігіттер сияқты ма? Пляж. Загоралап жататын. Өзі ашкен бір сияқты да. Қалай ойлайсың? Жан мен сәттілік алып келетін ашкем ғой. Қалай? Әдемі. Әдемі ма? Армысың қадірменді көрермен, мен Махамбетали Абилда, жасым 24-те, Қызылжардан келдім. Ол мақсатқа жету үшін мен ұзақ дайындалдым, расымен дедім. Соңғы 3 жыл дайындықпен өтіп жүр, өзімді дайындап жүрмін осы жобаға, абыроймен өнер көрсетуге. Сондықтан да дауыс, харизма, пластика, барлығы сақадай сай, мен дайынмын. Жобада жеңіске жету үшін ғана емес, белгілі бір мақсатпен келдім. Жалпы менің өмірімде көптеген қиындықтар болды. Тағдырға рахмет осындай сынақтар сыйлағанына. Кезең бар өмірімде. Колледждің 1-ші курсы мен 2-ші курсының арасында жаз. 2-ші курс түгел, 3-ші курс сол 2014, 2015, 2017 жылдар. Оған дейін біздің үйде ақша көп болды. Тауып атты жан-жақтан көп болып кетті, бір керім сынақ келді, сосын үй жоқ, үйді сатып кредиттер жауы керек болды, қарызға батып кеттік. Анам екеуміз далада да қонып көрдік, сол үшін сол кезде уәде беріп қойғам өз-өзіме, егер мен байып, қандай да бір қолымда билік атақ болатын болса, мен үйсіздерге көмектесем деп. Жалпы менің арманым үлкен қабатты тұрғын үй салу. Ол тұрғын үйде 5 подъезд болады. 5 подъезде 7 этаж, бәлкім 5 этаж 3 есіктен подъездге кірдің. Бірінші этажда оң жақта, сол жақта ортасында біреу 3 комнат, 2 комнат, 1 комнат. Жалпы үйсіздер көп бізде Қазақстанда. Солардың барлығын кәдімгі тауып өзім бар. Сол командамен барып тауып, солай сыйлайды дедім. Үй салу және үйсіздерге көмектесу деген бұл кішкентай баланың арманы емес. Толысып жатқан жігіттің мақсаты, бұл менің мақсатым. Және де Қазақстан дауысы сол мақсатқа жететін бірінші қадам. Қазақстан дауысында абыроймен өнер көрсетіп, финалға дейін жетіп, ұтысты үйленуге барынша тырысам. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін. Good evening, ladies and gentlemen. Listen to me, please, baby. Oh, yeah! Let me tell you about the girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning first the sun comes up here. She brings me coffee in my favorite car. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I'm in trouble and I have no friends, I know she'll go with me until then. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. This is what I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. Now if I call you on the telephone and
tell girls that I'm all alone. Browse the time I came from one to four. I hear. It's the evening when the sun goes down. When there is nobody else around. She kisses me and she holds me tight, yeah. It tells me daddy everything alright. That's why I know. Hallelujah. I just love the soul, baby. You my body dear. What a pattern picture. All the big picture to do. Oh yeah. Hallelujah. I just love the soul. Hallelujah. I just love the soul. Hallelujah. I just love. Oh. You there. Wow. Wow. Oh, yes. Bravo. Вау, мен бұрылғанмын. Дәл образда бауырымыз. Тамаша. Молодец. Сәлем, қош келдің. Мырзалар, қайырлы сәт. Менің аты жөнім Махамбет Али Абелда. Киелі Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсіреп, Сәбит Мұханов туылған киелі Қызылжардан келдім. Жасым 24-те. Күшті болып тұрмын. Неше адам бұрылды? 2 адам бұрылды. Махамбет, сұрауға бола ма, сіз неше адам бұрылды деп сұрадыңыз ғой бізден. Сонда сіз көзіңізді жұмып айттыңыз ба, қараған жоқсыз ба, кім бұрылғанын? Кішкене бұлдыр менің көзім, бұлдырлап көреді. Барлығын, иә. Махамбеттің диагнозы ол 1000 адамның біреуінде кездесетін диагноз. Махамбеттің көзінің көру қабілетінің төмендеуі ол бала кезінен байқалды. Яғни мектепке барған кезде дәптердегі жазып келе жатып жолақты байқамауы, алдындағы тұрған қаламын таба алмай қалуы, столдың үстіне қасықты қойған кезде соны көрмей іздеп отырғанынан байқадық. Жалпы Махамбеттің көзінің көру қабілетінің нашарлап келе жатқаны қабылдау бізге оңай болған жоқ. Бірақ дегенмен Махамбет бұл қиыншылықтардың ешқайсысына мойымай, өзін әрдайым үнемі ізденісте. Маржан Арапбаева, мен Төлегүл Мұхамеджанов екеуміз бұрылдық. Сонымен бірге Маржан түрегеліп қол шапалақтады, мен түрегеліп байғайладым. Я бірге сенімен бірге соңғы нотаны алдым, қолымнан келгенше. Сондықтан, айналайын, өте талантты жігітсің. Махамбеттің өзіндік, өз-өзін ұстауы, өзінің бір бағыты ешкімге ұқсамайды. Қайырлы кеш. Неге біздің эстрадада, неге біздің сахнада осындай жігіт болмасқа? Барлығы бірдей болу керек па? Менің сүйікті әншім Рэй Чарльз, Стиви Вандер. Әр ел өзінің бір соқыр әншісін әлемдік аренаға шығарды ғой. Тіпті орыстардың өзінен Диана Гурцкая жүр ғой, былай қарап отырсаң. Сен де жүресің, Құдай қаласа. Енді сол бір қазақ керек сияқты сол аренаға. Керемет. Махамбет Али шешім қабылдамай тұрып. Жанар апай ба сөйлеп отқан? Махамбет Али, енді өз таңдауыңды жасамай тұрып, мен де бір пікірімді айтып кетейін. Маған да керемет ұнадыңыз. Қап бұрылмадым деген өкініш бар. Екеумізде де деп ойлаймын. Барлық жағынан сізде ерекше қатысушы келгеніне осы жобаға мен өте-өте қуаныштымын. Қай тәлімгерді таңдасаңыз да менің ойымша топтың жұлдызы боласыз деп ойлаймын. Неге мақтап кеттіңіздер? Өйткені сіз соған лайықсыз шынымен де. Жарайсың бауырым, шын мәнінде кәдімгідей біз артқа бұрылған кезде, көрген кезде жарқырап тұрдың, күн сияқты болып. Ассалаумағалейкум Қуандық аға. Уағалейкум ассалам бауырым. Сен түріңе қарап, стиліңе қарап, қазақтың Бруно Марс деп айтқым келіп тұр. Және мен бүгінгі байқауда ең бір қатты бұрылмағаныма өкініп отырғаны осы болды. Осы жарайды аға. Рас айтамын бауырым. Айналайын сол. Қатты қуаныштымын сен үшін. Сен кімді таңдаймын деп келдің осы жобаға? Соны білгім келеді. Шынайы, мына жерде. Мен шынымды айтайын ба? Иә, шынымды айтшы. Мен мына жерде тұрып, мына жерде ән айту, сіздер қарап таңдау жасау, мен қалай бұл дейтін, мен шиықтасам да түсіме кірген жоқ. Енді керемет адамсыздар ғой сіздер. Маржан апай, Қуандық аға, сізді мен досым қатты жақсы көреді. Өліп тыңдайды.
Жанар апа сізді мама дейтін күнде айтады. Керемет. Төлеген аға бізді ата әжелердің бәрі сіздің әндеріңізді айтады. Маржан апа енді сіз дейтін өзіңіз керімсіз ғой енді былай қарап енді Әдемі. Әдемі бұтын. Айтайын ба таңдауымды? Айтшы. Мен таңдауым өнер өлмейтін Маржан әпке. Ой, бәрекелді. Рахмет, Төлеген аға, үлкен рахмет. Өзіңізге алсалмағаныңызға рахмет. Жарайсың бауырым, осы жобаның сен ертең жеңесің бе, жеңбейсің бе білмеймін, бірақ халықтың сүйіктісі болып қалатынына ешқандай күмән жоқ. Мен саған келе жатырмын. Оптимист адамсың, кән берші қолыңды. Міне, қол ұстасамыз, құшақтасамыз. Энергетикасы қандай? Мен тобыма қош келдің. Төртеуміз ортаға алып суретке түсейік. Суретке түсейік. Ортаға алайық. Маржан берейік. Түрген ортаға. Орта жоқ. Ортаға, баланы ортаға алайық. Сонымен камера қараймыз да мұнда? Иә. Камера қараймыз, қайда қарайық? Бақытты сәт, улыбаймыз. Түсім сияқты. Сәлем! Махамбет менің тобымда. Ең мықты Махамбет. Маржан ханым. Мен тобымда. Рахмет. Мамаңа сәлем. Сен. Бақыт боламын. Түсім сияқты. Жақсы. Жирен мен сені шығарып салайын. Сен жобадасың, сен ерекшесің деген. Вау! Рахмет, үлкен рахмет. Басым айналып кетті сені тыңдап. Бақыттан. Көмектес жүрейік. Қошамет неге тепешектен сөзін жирен? Келе жатырмын. Енді қызғансақ. Мама! Құттықтаймыз, 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 құттықтаймыз. Чемпион! Әрине!